Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 2004 жылы шыққан «Кең қадаммен» атты керемет фильмнің сюжетін талдаймыз. Отставкадағы арнайы жасақ сержанты Крис Вон 8 жылдық қызметінен кейін туған қаласына оралып, ағаш тілетін зауытта жұмыс істемекші болады. Өкінішке орай, бұрын қаланың көптеген тұрғындарын жұмыспен қамтыған бұл зауыт жабылып қалған екен. Оған шериф Стэн Уоткинс көлікпен келіп тоқтайды. Ол алдында арнайы жасақ жауынгері тұрғанын түсініп, Кристің бастапқыда бас тартқанына қарамастан, оны үйіне дейін апарып тастауды ұйғарады. Үйде жігітті ата-анасы мен қарындасы Мишель қарсы алады. Крис жоқ болған уақыт ішінде оның жиен інісі Пит кәдімгідей өсіп қалыпты. Таңертең ол кіреберісті жөндеп жатқанда оған досы Рэй келеді. Крис жолдасына сыра ұсынады, бірақ ол 1 жылдан бері ішімдік пен есірткіден бас тартқанын айтады. Рэй Кристі мектептегі достарымен бірге футбол ойнауға шақырады. Алаңда оларға қарсы Джей Гамильтон өзінің достарымен шығады. Крис пен Джей мектеп кезінде өте жақсы араласқан екен. Гамильтондар отбасы бұл аудандағы ең бай әулеттердің бірі. Оларға осы алаң жабық тұрған ағаш зауыты және аймақтағы ең үлкен казино тиесілі. Матч басталғанда Гамильтонның командасы қарсыластарын әдейі жарақаттауға тырысып, өте дөрекі ойнайды. Крис жиені Питтің сыныптастарымен бірге трибунада шөп шегіп отырғанын байқап қалады. Матчтың соңына таяу, Гамильтон командасының бір ойыншысы әдейі Кристің тізесінен қатты ұрады. Сөйтіп сарбаздың ескі жарақаты сыр бере бастайды. Кетерінің алдында Джей Кристі достарымен бірге казиноға шақырады. Вон жиеніне шөп шегуді қоюға кеңес береді, бірақ жасөспірім тек мырс етіп күледі, мотоциклімен кетіп қалады. Түнде Крис, Рэй және олардың бірнеше досы казиноға келеді. Іште мекемені ұтып алғысы келетін адамдар мен сұлу қыздар өте көп. Джей жігіттерді веб бөлмеге шақырады да өзі кетіп қалады. Достары Вонға арнап жеке биге ақша төлейді. Алайда жауынгер өзінің алдында мектептегі махаббаты Денидің билеп жатқанын көргенде қатты көңілі түседі. Қыз алдындағы адамның бұрынғы сыныптасы екенін түсінген сәтте қатты ұялып қашып кетеді. Крис залға қайтып келсе, оның досы сүйек ойнаймын деп бар ақшасынан ұтылып қалған екен. Вон крупьенің сүйектерді ауыр басқа сүйектерге алмастырып жатқанын байқап қояды. Ол барлық ұтылған ақшаны қайтаруды талап етеді. Сол кезде крупье күзетті шақырып, төбелес басталып кетеді. Вон бірнеше күзетшіні жеңіп шығады, бірақ басқалары жүгіріп келіп, оны электрошокермен сұлатып түсіреді. Кристі жертөлеге алып барады. Онда күзет бастығы арнайы жасақ жауынгерінің жетонын жұлып алып, пышақпен бірнеше рет жарақаттайды. Жігітті өлдіге санаған зұлымдар оны жол бойына лақтырып кетеді. Қандайда бір ғажайыптың күшімен Крис аман қалады. Оны өтіп бара жатқан жүк көлігінің жүргізушісі тауып алады. Дәрігерлер Вонды аман алып қалады. Ол біраз уақыт үйде емделеді. Крис Реймен және Питпен көп уақыт өткізеді. Жиені жиі қасында болып, оған тамақ әкеліп тұрады. Бірнеше аптадан кейін ол өзін әлдеқайда жақсы сезініп, күнделікті жаттығуларға кіріседі. Крис үйді жөндеп жатқан кезде Джей көлікпен келеді. Ол өзінің бұзықтарының жасаған ісі үшін кешірім сұрамайды. Керісінше Вонға казиноның күзет бастығы болуды ұсынады. Бірақ жігіт бас тартады. Гамильтон Криске келтірілген зиян үшін өтемақы ретінде ақша ұсынады. Бірақ жауынгер бұл лас ақшаны алудан бас тартады. Вон өзінің соққыға жығылу ісі туралы білу үшін шериф Уоткинске барады. Жігіттің таңғалысына орай, полиция қызметкері ішкі тергеумен ғана шектеліп, істің жабылғанын айтады. Уоткинс ағаш зауыты тоқтағаннан кейін, казино қаладағы негізгі табыс көзіне айналғанын, сондықтан оны жабуға болмайтынын түсіндіреді. Көңілі қалған Крис бұлай қалдырмайтынына уәде беріп, бөлімшеден шығып кетеді. Үйіне оралған Вон жиені Питтің есірткіні артық дозада қолданып, өліп қала жаздағанын естіп, бақытына орай жиеніне дер кезінде көмек көрсетіліп, аман алып қалады. Ол бұл есірткінің кристалды метил екенін түсіндіреді. Крис Питтің достарына барып ұрсады. Олар есірткіні казинодағы күзетшілер бергенін мойындайды. Ашуға булыққан жауынгер шолақ мылтығын алып, іске кірісуге асығады. Әкесінің қарсылығына да қарамастан казиноға бет алады. Бақытына орай, діттеген жеріне жеткен соң ойынан айнып, қаруын көлікте қалдырады да, орнына ұзын тақтай алып кіреді. Ол іштегі ойын автоматтарының тас талқанын шығарып, өзіне шабуыл жасаған күзетшілерді ұрып жығады. Крис жекпе-жек төбелесте Бутты жеңіп, өзінің жетонын қайтарып алады. Ол кетер алдында оқиғаны бақылап тұрған Джейдің айналы әйнегін тақтаймен ұрып сындырады. Полиция Кристі тез қуып жетіп, қамауға алады. Қорғаушы жауынгерге алқабилер сотында жазасын жеңілдету үшін кінәсін мойындауға кеңес береді. Бірнеше куәгер сол күні ардагердің есінен адасып, казиноны қиратып, қызметкерлерін себепсіз сабағанын бір ауыздан мәлімдейді.
Қорғаушы ешбір айыптауды жоққа шығаруға тырыспаған соң, Вон оның да Гамильтонға жұмыс істейтінін түсініп, өзін-өзі қорғауға шешім қабылдайды. Ол алқабилерге Гамильтонның казиносының кесірінен қаланың хаосқа, азғындыққа және есірткіге батқанын түсіндіреді. Крис алдағы сайлауда шериф лауазымына үміткер ретінде қатысып, қаланы ластықтан тазартуға ниетті екенін мәлімдейді. Соңында ол Джейдің бұзықтары денесінде қалдырған тыртықтарын көрсетеді. Алқабилер жігітті ақтап шығады, ал қала тұрғындары оны жаңа шериф етіп сайлайды. Өзінің алғашқы жұмыс күнінде Уоткинс тісін қайрап тұрып Вонды құттықтап, бөлімшедегі әрбір жігіт үшін кепілдік беретінін айтады. Дегенмен Крис Уоткинстің қарамағында сатылған полиция қызметкерлері жұмыс істегенін жақсы түсінгендіктен, олардың барлығын жұмыстан шығарып жібереді. Джей өзінің көлігімен жылдамдықты асырған кезде, Вон оны қуып жетіп, құжаттарын көрсетуді талап етеді. Бай жігіт жаңа шерифті қорқытпақ болады. Сонда Крис жүргізушіге артқы шамдарды жөндеуді бұйырып, оларды битамен ұрып сындырады. Вон Рейге келіп, оған полиция қызметкері болуды ұсынады. Досы алғашында бас тартады, өйткені бұрын өзі де есірткіге қатты тәуелді болған еді. Сонда Крис қаладағы есірткі мәселесін шешуге көмектесуін сұрайды, ал Рей келісімін береді. Олар куб пішінді значокты тағып, бірнеше ұсақ сатушыларды ұстайды. Содан кейін бутқа шығады. Оның қалтасынан мет салынған үлкен пакет табылады. Есірткі іздеу барысында полицейлер зұлымның көз алдында оның керемет пикапын бөлшектеп тастайды. Бұл бутты қатты ашуландырады. Крис есірткі сатушыларды қамауға алып, түнді бөлімшеде өткізуге шешім қабылдайды. Бандиттер кек алғысы келетіні анық болғандықтан, Рейден оның үйінде қонақтауын өтінеді. Вон кешкі ас ішіп отырғанда Дени келіп, өзінің казинодан жұмыстан шыққанын айтады. Джей буттың ұсталғанын білгенде қатты ашуланып, өзінің бұзықтарына әрекет етуді бұйырады. Бірнеше қаншер полиция бөлімшесіне, ал тағы үшеуі Вонның үйіне барады. Зұлымдар арақ ішіп алған күйде пикапты жарып жібереді де, полиция бөлімшесін пулеметтермен атқылайды. Басында Бут бұған риза болып күлімсірейді, бірақ өз адамдарының оғынан өліп кетуі мүмкін екенін түсінгенде, шерифтен құтқаруын өтінеді. Вон бандитті есірткі зертханасының жабық ағаш зауытында орналасқанын мойындауға мәжбүрлейді. Крис Бутты құтқарғысы келеді, бірақ бандитті қаңғыған оқ тиіп өлтіреді. Шериф зұлымдарды жеңіп, олардың барлығын, соның ішінде Уоткинсті де өлтіреді. Бөлімшедегі мәселені шешкен соң, Крис Денимен бірге үйіне асығады. Онда Рей, Мишель және әкесінің барлық шабуылдаушылардың көзін жойғанын көреді. Рей иығынан жараланғандықтан, шерифке ағаш зауытына жалғыз баруға тура келеді. Крис метамфетамин зертханасын тез тауып алады. Оның жанында Гамильтон өзін күтіп тұрған еді. Джей Вонды төмен қарай итеріп жіберуге тырысады, бірақ жауынгер зұлымды ұстап үлгереді, екеуі бірге үлкен биіктіктен төмен құлайды. Шериф аяғын жарақаттап алып, орман ішінде жасырынуға тырысады. Ал Джей балтаны ала салып, оның соңынан қуа жөнеледі. Крис шығып кеткен буынын орнына салып, балтаның соққысынан жуан бұтақпен қорғанады. Шериф ақыры басын түсіп, оңбағанды тұтқындайды да, оған: Это мой город. Крис пен Рей казиноны жауып, ескі ағаш зауыты қайта іске қосылу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Кең қадаммен киносы сіздерге ұнады ма? Пікір бөлімінде жаза кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.